Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 125-ші сабақ сөз және оның құрамы деген жаңа тақырыпты өтеміз. 26-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Елтаңба мен ту туралы аңыз. Сонау ерте заманда бүгінгі қазақ елінің төрінде ай мүйізді, аққу қанатты қос пырақ өмір сүріпті. Сол қос пырақты мінген ерлер дүниені шарлапты. Қос уақыт өткен соң, оттан да ыстық деп, олар туған еліне қайтып оралыпты. Сонда қос пырақтың алдынан қалқыған қыран шығып, «Иә, не көрдіңдер, не түйдіңдер?» депті. Сонда қос пырақ, «Көргенімізді айтсақ, көп сөз, түйгенімізді айтсақ, әркімнің өз жері жұмақ екен» депті. «Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың» деп қостапты қыран. «Шаңырағымызды өз еліміздің төріне тігуге бел байладық» дейді қос пырақ. «Онда алдарыңнан жарылқасын, шаңырағымыз биік болсын» дейді қыран. Сонда қос пырақ тұрып, «Тауып айттың қыран, ынтымақ түбі игілік» дейді. Сол игіліктің арқасында Қазақстан атты елді мәңгілік рәмізіне айналсақ, біз үшін бақыт емес пе? Онда бақыттымыз баянды болсын. Міне, қысқаша түйіп айтсақ, еліміздің ел таңбасы мен туы осылайша пайда болыпты. Мәтіннің авторы Оразбекұлы. Балалар, ендеше осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап береміз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Балалар, қос пырақтың алдына не жолықты? Олар қандай ой түйді? Пырақтың кейпі қандай екен? Мінекей осындай 3 сұрақ дайындап қойдық. Осы мәтін арқылы бізге қандай ой айтқысы келді деп ойлайсың? Балалар, осы мәтін арқылы автор әркімге өз туған жері ыстық екенін айтқысы келді. Және де орны бөлек екендігін жеткізгісі келді. Мәтіндегі нақыл сөздерді теріп жаз, олардың мағынасын топта талқыла. Мәтіндегі нақыл сөздер отан, оттандастық. Бұл мақалдың мағынасы адамға туған жері, елі, отаны бәрінен қымбат, бәрінен артық екендігін білдіреді. Келесі мақал «Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың». Бұл нақыл сөзінің мағынасы адамның өміріндегі туған жері мен туған елінің орны ерекше екенін білдіреді. Ынтымақ түбі игілік. Мақалының мағынасы бірлік, татулық болған жерде әрқашан жақсылық, береке, молшылық болады дегенді білдіреді. Келесі тапсырма көне, пырақ, айбар, игілік сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Балалар, көне сөзінің мағынасы ескі, бұрынғы, тарихи дәуірлерге тән нәрселерді айтады. Мысалы, көне кітаптар, көне заман деген сияқты. Екінші пырақ сөзі мифологиялық қанатты тұлпар, яғни жылқы. Қазақ ертегілерінде батырлар жырында батырлардың серігі ретінде кездеседі. Мысал келтіретін болсақ, Қобыланды батырдың пырағы Тайбурыл. Үшінші айбар. Айбар қайрат, намыс, ерлік, батырлықтың көрінісі. Адамның жүректілігі мен салтанатты көркі де осы сөзбен сипатталады. Мысалы, айбарлы сарбаз, айбарлы тұлға деген сияқты. Төртінші игілік, жақсылық, пайда, бақыт, береке деген мағынаны береді. Мысалы, елдің ынтымағы үлкен игілік дейді. Келесі тапсырма мәтіндегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздер заманда сөзі, ерлер, игіліктің мәңгілік сөзі. Заманда сөзі, заман түбірі, да жалғау. Ерлер, ер түбір, лер жалғау. Игіліктің, игі түбір, лік жұрнақ, тің жалғау. Мәңгілік сөзі, мәңгі түбір, лік жұрнақ болып табылады. 27-ші жаттығу өлеңді көркем жаз. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Авторы Жамбыл Жабаев. Мәтінді сөз құрамына талда. Түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле.
Балалар, бұл жердегі елім, ел түбірі, жалғау, менің, мен түбір, жалғау, жерге, жер түбір, ге жалғау, бай, түбір. Айдынды, айдын түбір, жұрнақ, шалқар сөзі түбір, көлге, көл түбір, ге жалғау, бай сөзі түбір. 28-ші жаттығу сөздерді оқы, түбірін тап. Бірлік сөзінің түбірі бір, суат, су, желсіз сөзінің түбірі жел, білім сөзінің түбірі біл, сауатты сөзінің түбірі сауат, кішілік сөзінің түбірі кіші, балалық сөзінің түбірі бала, көрме сөзінің түбірі көр, ақылды сөзінің түбірі ақыл, ойыншық сөзінің түбірі ойын, темірші сөзінің түбірі темір. Жұрнақтар сөз мағынасын қалай өзгерткенін түсіндір. Балалар, мына жерде мен бір сөзді сіздерге түсіндіріп берейін. Бірлік сөзіндегі бір түбірі. Бұл бізде сан, яғни сан есім болып табылады. Оған лік жұрнағы жалған кезде ол бірлік, яғни татулық, сыйластық деген мағынаны беріп кетеді. Ал суат деген сөзде су түбірі ат. Ат жұрнағы жалғанып, бұл жерде суат дегеніміз ол малды жаңағыдай су беретін қолдан жасалынған арық немесе жаңағыдай мал суаратын жерді айтады. Осылайша сөздердің мағыналары жұрнақ жалғанған кезде өзгеріп кетті. Енді 29-ші тапсырма сөздерді сөз құрамына талдап кестеге түсір. Балалар, бізде мына жерде жүзгішті деген сөзді талдап көрсеткен енді осыған арға жалғастырамыз. Көлшік, көл түбірі шік, жұрнақ. Достықпен, дос түбірі тық, жұрнақ, пен жалғау болып табылады. Ал мектепте сөзінде мектеп түбірі те жалғау болып табылады. 29-ші тапсырманы аяқтаймыз. 30-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Соңғы сөздердің мағынасына қарай өлең құрастыр. Ағашты торғайды, достары қорғайды, бәріміз бірге ойнаймыз да ойлаймыз деп өлең құрастырдық. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.